Қайырлы күн достар, сіздермен Ақбота арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте дәмді үй жағдайында шұжықтар дайындаймыз. Ыстық тағам ретінде де, холодный ассорти ретінде де ұсынсаңыздар өте дәмді болады. Видеоны соңына дейін көріп, арнама тіркелуді ұмытпаңыз. Алдағы уақытта оригинал рецепттермен бөлісетін боламын. Шұжық дайындауға алдымен бізге сиырдың аш жегі қажет болады. Шпажканың көмегімен келесі бетіне аударып аламыз. Майлы жағы ішкі жағына қарау керек болады. Тұзды аямай салып, салқын су құйып, жақсылап 5-6 қайтара суымыз мөлдір болғанша жуып алатын боламыз. Тұзды су бұл шектің ащылығын алады. Жақсылап жуып аламыз, және де бізге 700 грамм майсыз фарш қажет болады. Осы 700 грамм фаршқа 350 грамм ет тартқыштан өткізілген сиырдың жүрегін қосамыз. Сиырдың жүрегі фарштан 2 есе кем болу керек. Осыны естеріңізде сақтаңыздар. Және де 4-5 орташа пиязды және 10 тісше сарымсақты осылай блендердің көмегімен ұсақтап алып қосатын боламын. Сіздерде блендер болмаса, қолдың көмегімен майдалап турап қосып жіберуге болады. Және де бізге 100 грамм қойдың құйрығы қажет болады. Оны да блендермен ұсақтап аламын. Сіздер ет тартқыштан немесе қолмен майдалап турап қоссаңыздар болады. Бұл біздің фарштарымыз бірігіп қалмауына және сочный болуына көмек береді. Дәміне қарай тұз, қара бұрыш және де паприка жарты шай қасық қосыңыздар, көп қосуға болмайды. Кориандр қосып, жақсылап араластырамыз. Осы 4 дәмдеуішті міндетті түрде қосуға тырысыңыздар. Шай ішетін кесемен 1 кесе жылы су құйып, жақсылап бір келкі болғанша араластырамыз. Суды неге құямыз десеңіздер, ол шекке тез өтуіне, оңай өтуіне көмек береді. Шегімізді жуып тазаланған шегімізді алып, баклажканы кесіп, осы шектің бір ұшына кигізіп аламыз. Және фаршымызды осы шектің ішіне осының көмегімен салып шығатын боламыз. Шегімізге фаршты қатты нығыздамай саламыз, себебі қатты тығыз болып кететін болса, біз бұны мантаваркада пісіретін болғандықтан атылып, жарылып кетуі мүмкін. Сондықтан қатты тығыздамай видеода көрсетілген бос қылып салып, және де артық ауаларын шығарып жіберетін боламыз. Және де сосиска тәріздес етіп, әр шетінен бөліп-бөліп, осындай жіптің көмегімен байлап шығамыз. Мен барлығын пісірмеймін, тек жартысын ғана пісіретін болам. Жартысын морозилкада сақтауға болады. Кез келген уақытта алып пісіріп жей беруге болады. Барлығын дайындап алғаннан кейін мантаваркамыздың листыларына жайғастырып шығатын боламыз. 1 сағат 45 минут орташа отта пісіріп аламыз. Инемен теспейміз, тек мантаваркамыздың крышкасының бір шетін сәл ғана ашып қоямыз, жарылып, тесіліп кетпеу үшін. Піскеннен кейін шұжықтарымыз шөгетін болады. Осылай табамызға сүзіп алып, кесіп, жіптерін алып, табамызға сәл ғана май құйып, екі жақ бетін қатты отта қуырып аламыз. Гриль сковородкада қуыратын болсаңыздар, түрі өте әдемі болып шығады. Бұлай да қуырып алуға болады. Өте дәмді болады. Жасап көріп, қонақтарыңызды және отбасыларыңызды таңғалдырыңыздар. Осымен біздің шұжықтарымыз дайын. Менің арнама тіркеліп, пікір қалдырып, лайк басуды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған Ақбота.